Қазақтың бір-біріне жау болудағы басты себебі не? Абайдың үшінші қара сөзіндегі сіз білмейтін мән-мағына. Жалпы Абайдың дүниеге келу ғұмырын қарап көрейік. Кенесары өмірден кетер кезге дейін бірнеше жыл бұрын Абай дүниеге келген болатын. Былайша айтқан кезде Абайдың өмірі толықтай Ресейдің отарындағы ғұмырда, Ресейдің отарындағы кезде өткен болады. Бір патша үкіметінің бірден-бір саясаты қазақтың бір-біріне жау етіп қою үшін экономиканы моноэкономикаға кеткен. Яғни әркім өзінің бизнесін жасайды, әркім өзінің кәсібін жасайды, әркім өз-өзін ойлайды. Бұл жерде қазақтың бір-біріне жау болудағы бас себебі Алланың бізге маңдайымызға жазып берген емес, жоқ, бұл саясаттың бізге жасап тұрған нәрсесі. Енді қара сөздегі негізгі мәнге оралайық. Абайдың жақсы адам деген кім деген сұраққа жауап беруі, яғни жақсы адам деген ол өзінің ұлтының мүддесін өзінің қара басына биік қою дегенді айтып тұр. Демек, мен де, сіз де өзіміздің ұлттық мүддемізді биік қойып, ешқайында саясатымыз арқылы, ешқайында бір жаман пиғылымыз арқылы ешкімді дауластырмайық.